Бұл видео Зүлфқар және оның сүйікті қызы Чидем туралы болмақ. Зүлфқар Чидеммен танысып, кездесіп жүреді, бірақ Чидемнің әкесі Зүлфқармен кездесіп жүргеніне қарсы болады. Бүгін екеуі паркте шағын пикник жасап жатыр. Бір кезде Чидем әкем осы әнді жақсы көреді деп түрікше ән айтады. Зүлфқардың есіне бір нәрсе түсіп кетеді. Зүлфқар кішкентай бала кезінде бір полиция оны ұстап алып, осы әнді тыңдатады екен. Зүлфқардың қол-аяғын байлайды, одан кейін көзін байлап қараңғы бөлмеде осы әнді айқайлатып қойып, Зүлфқардың жасамаған қылмыстарын оның мойнына асып жібереді де, беліндегі ременмен Зүлфқарды аямай сабаған екен. Бала кезінен бері Зүлфқар осы адамнан талай рет таяқ жеген екен. Көзі байлаулы болған екен, оның кім екенін білмепті. Чидем сол әнді айтып берген кезде әлгі полицияның Чидемнің әкесі екенін бірден таниды. Сол полицияны жас кезінен бері Зүлфқар қанша рет іздесе де таппады. Енді міне, сүйген қызының әкесі болып алдынан шыға келді. Зүлфқар жұмысым бар деп кетіп қалады. Чидем не болғанын түсінбей қала береді. Сефер қайдасың дейді. Зүлфқар айтады, бала кезінен бергі іздеп жүрген полицияны таптым. Ол да Чидемнің әкесі болды дейді. Сөйтіп телефонды да қоя салады. Зүлфқар кегін алу үшін Чидемнің әкесінің үйіне келеді. Чидемге қарап, әкең жас шағында не істегенін сұра, айтып берсін дейді. Әкесі еш нәрсе айтпай қояды. Сол кезде Зүлфқар, онда мен айтайын, әкең жас кезінде көп балалардың өмірін құртқан адам дейді. Чидемнің әкесі, мен жас болдым, көп қателік жасадым, сол үшін де түндер бойы ұйықтамадым, өкінемін дейді. Ал мен әлі күнге дейін қорқынышты түстер көріп ұйықтай алмай келемін. Бала кезімде сен мені өлімші етіп талай мәрте сабағансың. Сені қанша жылдан бері іздеумен келемін, ал сен болсаң бейкүнә қыздың әкесі болып алдымнан шыға келдің дейді. Сендей жауыз адамнан бүгін мен құтыламын деп енді атуға оқтала бергенде Сефер келіп Зүлфқардың қолындағы қаруын жұлып алады. Зүлфқарды сыртқа алып кетеді. Сефер айтады, қызының көзінше әкесін өлтіріп тастамақшысың ба? Енді қайтейін, әлгі адам менің балалық шағымды, жастық шағымды, бүкіл өмірімді құртты ғой дейді. Ол бұрын болған оқиға бәрін ұмыт, өтті кетті, жаңа өмір баста дейді Сефер. Мен сенің бауырыңмын, әрдайым саған көмекке келемін деп екеуі құшақтасады. Сол кезде Чидем қарап тұрған еді, ол жылап үйіне кіріп кетеді. Кейін барлығы түрмеге қамалған кезде Зүлфқар, мен түрмеде отыра алмаймын, қайтемін, Чидем менді не істейді деп, мені шығарыңдар деп айқайлайды. Чидем келеді. Зүлфқар айтады, екеуміз екі әлемнің адамымыз, мені ұмыт, мен мына түрмеден қашан шығатыным белгісіз. Сен жассың, әдемісің, барлық өмірің алда, ана болуға лайықтысың, басқа жігіт тауып, оған күйеуге шық, балалы бол, бақытты бол дейді. Чидем еш нәрсе дей алмайды, ол тек жылаумен ғана болады. Мені ұмыт, Чидем, мен сенімен бірге бола алмаймын, сені бақытты ете алмаймын дейді Зүлфқар. Бірақ 3 айдан кейін Зүлфқарлар түрмеден шығады. Ол Чидемнің үйіне келген кезде ол жердегі күзет, Чидем күйеуге шығып кетті, қазір балайына шетелге кетті дейді. Зүлфқар есеңгіреп қалады. Чидем қалайша тез күйеуге шығып кетті, мені қалайша тез ұмытып кетті екен дейді. Еңсесі түсіп үйге келеді. Чидем күйеуге шығып шетелге кетіп қалыпты деп айтады. Бахри айтады, енді өзің емес пе қызға күйеуге шық, мені ұмыт деп айтқан, енді саған не керек дейді. Зүлфқар, мен қайдан білейін 3 айдан кейін шығатынымызды, түрмеге 30 жыл отырып шығамыз ба деп ойлаған едім. Чидемнің бұлай тез күйеуге шығып кететінін мен білген жоқпын ғой дейді. Зүлфқар мен Чидемнің махаббат хикаясы осылай аяқталады.